Бүгін біз математикалық сауаттылық бойынша бір нұсқаны толық талдайтын боламыз. Ал кеттік. Міне бірінші кестеде таңғы сағат 10:00-де биіктіктері әртүрлі 4 ботаның көлеңкесінің ұзындықтары көрсетілген. Осы уақыттағы 50 см ботаның көлеңкесінің ұзындығын табыңыз. Қарасаңыз, мұнда кесте берілген. Кестеде екі баған бар. Біріншісінде ботаның биіктігі, екіншісінде көлеңкесінің ұзындығы. Яғни бұл дегеніміз мынандай. Жерде бір бұта өсіп тұрса, оның мына жерде мынандай көлеңкесі бар. Осы жерде ұзындығы ботаның өзінің мысалы 20 см біріншісі. Ал екіншісі міне 14 см деп тұр. Ал мынау көлеңкесінің ұзындығы 14 см. Яғни ботамен бірдей емес, кішкентай болып тұр. Енді табайық, ботаның көлеңкесі ботаның қанша процент екен. Сол процентпен ары қарай біз есепті тез оңай шеше саламыз. Ал жазайық, мұнда 20 см ол біздің 100%-іміз. Ал 14 см қанша процент? X. Ал табамыз. X тең. Мынаны табу үшін жанындағы мынау пропорцияны бір-біріне көбейтіп, мына санға бөлеміз. Сонда 100 көбейтілген 100% көбейтілген 14 см бөлінген 20 см. 100 бен 24-ке бірге қысқарады. 5-ке. Сонда 5-ті 14-ке өсек 50, арағында 20, 70%. Яғни мынаның көлеңкесінің ұзындығы ботаның биіктігінің 70% екен. Таптық. Енді қараңыздар, осы уақыттағы 50 см ботаның көлеңкесінің ұзындығын табыңыз. Енді 50 см бізде 100%, ал көлеңкесінің ұзындығын табу керек. Яғни ұзындығы белгісіз, ал көлеңкесін білеміз біз 70%. Осы жерде табамыз. Қалай табамыз? Мынау жаңағыдай екеуін бір-біріне көбейтіп, санға бөлеміз. Сонда 50x тең 50 см көбейтілген 70% бөлінген 100%. Сонда мынау 72 0 мен мына 1 0, мына 1 0 қысқарып кетеді. 5 пен 7-ні көбейтсек 35% пен процент қысқарып кетеді. Сантиметр қалады. Жауабы 35 см. мына. Қиын емес деп ойлаймын. Немесе мына жерге міндетті түрде 20-ны алу керек емес. Кез келген өзіңізге 40, 60, 80 мен де шығарса болады. Осылай 35 см. Біріншісінің жауабы 35 см. Келесі есеп. Тас жолға жалпақтығы 0-ден 10-1 метр, ұзындығы 8 км, екі қатар ақ жолақты бояуға қанша ақ бояу қажет екен табыңыз. 1 метр квадратқа 50 грамм ақ бояу кетеді дейді. Енді қараңыздар, мына жерде жалпақтығы, яғни ол ені деген сөз. Мысалы, мынандай төртбұрышты алсақ, мынау бізде ені 0,1 метр деп алсақ, ұзындығы 8 километр деп алсақ, осында екеу бар. Біреу, мынандай екеу бар. Осыған қанша килограмм бояу кетеді деп сұрап жатыр. Ол үшін бізге метр квадрат, яғни аудан табу керек. Біріншісін аудан табамыз, сосын екіншісін аудан табамыз, бір-біріне қосамыз. Сонда жалпы аудан шығады. Сол жалпы ауданды бояуға бөле саламыз. Ал бірінші аудан табайық. Бірінші ауданымыз қаншаға тең? S1 дейік. Бірінші ауданымыз 0,1 метрді. 0,1-ді көбейтеміз. Мен көбейту жаза берейін. 0,1 метр көбейту. Мынаны кішкене былай жазайын.
біріншісі, екіншісі. 0,1 метр көбейту 8 километр дегеніміз, ол 8000 метр. 8000 метр. Сонда 8000-ді 0,1-ге өтсек 800, сонда 800 метр квадрат. Дәл солай екіншіде тура сол өлшемде 0,1 метрді көбейтеміз 8000 метрге. Сонда 800 метр квадрат. Енді жалпы аудан табу үшін S1-ге S2 аудан қосамыз. Сонда 800 метр квадрат, қосылған 800 метр квадрат, ол 1600 метр квадрат. Енді біз таптық. Жалпы өлшем 1600 метр квадрат жер бар екен, бояу керек. Ал әрбір метр квадратқа 500 грамм ақ бояу кетеді дейді. Килограммен жауап дұрыс шығу үшін 500 граммды килограммға ауыстырса, ол 0,5 килограмм. Яғни 500 граммды 1000-ға бөлеміз. Енді қараңыздар. Жалпы қанша бояу, мысалы бояу дейсі, бояу тең болады. Сонда 0,5 килограммды ауданға 1600 метр квадратқа көбейтеміз. Сонда, яғни әр метр квадратына 0,5 килограмм бояу керек. Сонда екеуін көбейтсек 800 килограмм болады. Яғни мынау екі ауданға жалпы 800 килограмм бояу қажет. Қиындығы болмады деп ойлаймын. Келесі есеп. Балмұздақтың 70% су, 12% сары май, қалған қант дейді. 3,5 килограмм балмұздақ дайындау үшін неше грамм қант керек екенін табыңыз дейді. Ал мынаны былай жасайық. Мынаны алып, біз кішірейтіп жоғарыға қойып қояйық. Мына жерге мынаны кішкене кішірейтіп міне қараңыздар. Үшінші есеп. 70% су, 12% сары май, қалғаны қант. Қалғаны дегеніз 100% болса, осыдан аламыз. Мына 70% қосылған 12%. Яғни су мен сары майды алып тастаймыз. 100-ден сонда қанша болады? 70-ке 12 қосақ 82, 100-ден 82% алсақ 18, яғни 18% қант. 3,5 килограмм балмұздақ дайындау үшін неше грамм қант керек? Енді қанттың пайызын білеміз, енді грамм таба саламыз. Сонда 3,5 килограмм ол бізде 100%, бізге 18% қант табу керек. X табамыз. Білеміз, пропорцияда екеуін бір-біріне көбейтіп X-ға қарама-қарсыға бөлу керек. 3,5 килограмм көбейту 18% бөлінген 100%. Ал көбейтеміз. 3,5-ті 18-ге көбейтсек қанша? 3,5 көбейту 18, ол 63. 63-ті 100-ге бөлсек 0,163 килограмм. Ал килограммды граммға ауыстырсақ қанша? 0,163-ті көбейтеміз 1000-ға. Сонда болады 630 грамм. Қиындығы жоқ деп ойлаймын. Мына жерде жауабы тұр. С жауабы болады.
630 грамм. С жауабы. Келесі қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару амалдарының кейбіреуі мына белгілермен алмастырылған. Сұрақ белгісінің орындағы санды анықтаңыз дейді. Мына жерге жазып алайық, қараңыздар. Бес ромб, 2 үшбұрыш, 13, 12, 15, үшбұрыш, 3 ромб, 2 тең 6, 7 ромб, 2 үшбұрыш, 3 ромб дейді. Тең белгісіз. Енді мынаның жауабын табу керек. Енді мынау біріншісін қарайық. Қараңыздар, мына жерде ромбик, мына жерде үшбұрыш. Енді біз мынау 4 жаңа қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару деген 5 амалды жазып алайық. Қосу, азайту, көбейту, бөлу және дәрежеге шығару. Міне, енді қараңыздар, мына жерде осы біріншісін талдайық. Қараңыздар, мына 13-тен бастайық. 13 12-ден көп, көбейту болмайды. Себебі көбейту болса, оны 13-ге көбейтсек, ешқашан мысалы қандай санды 13-ге көбейткенде 12 шығады, шықпайды. Сол үшін бұл көбейту бізге варианты дұрыс емес, болмайды. Мына үшбұрышын, қазір біз үшбұрышқа тең келетін затты қарастырып жатырмыз. Бөлу. Қандай затты 13-ге бөлсек 12-ге көбейтілгенде, мына жерде 12-ге көбейтілген санды табу мүмкін емес. Яғни, мысалы 13-ті 12-ге көбейтілген. 12-ні 13-ге көбейтсек қанша? 156. 156-ны 12-ге бөлсек, бізде 13-ге бөлсек 12 шығады. Мына жерден 156-ны шығару мүмкін емес. Сол үшін бөлу де мүмкін емес. Ал енді қосуды көрейік. Мысалы, бір санға 13-ті қосқан кезде 12 шығу үшін бізде минус 1 болу керек. Мына жерде минус 1 шықпайды. Сол үшін қосу вариант дұрыс емес. Ал дәреже. Мына жерде мысалы 2-ның 13 дәрежесі дегеніміз, 2-ның 5 дәрежесінің өзі 32. 13 деген 10 дәрежесі 1024. Ол да мүмкін емес. Сол үшін бұл жерде жалғыз амал алу болады. Яғни ромб бізде тең болады алуға. Мына жазып қояйық, тең алуға. Енді екіншісін зерттейік. Былай болды, бізде 5, қарамен жаза берейін. 5 ромб 2 алынған 13 тең 12-ге. Енді былай жазақ 5 ромб 2, 13-ті теңдіктің ары бетіне өткіземіз. 12 қосылған 13 болады. 5 ромб 2 тең 25. Мына жерге қараңыздар. Енді осыны зерттейік ары қарай. Амалдар жазып алайық біз. Қосу, алу, көбейту, бөлу және дәреже. Ал ромбты тең 5-ті 2-ге қоссақ 25 шыға ма? Шықпайды. 5-тен 2-ні алсақ 25 шыға ма? Шықпайды. 5-те 2-ге бөлсек 25 шыға ма? Шықпайды. 10 шығады. 5-те 2-ге бөлсек 2,5, 25 емес. Дәреже, яғни 5-тің дәрежесі. Сонда біздегі жауабымыз ромб тең дәрежеге. Яғни 5-тің 2 дәрежесі тең 25-ге. Міне, болды, таптық. Енді мынау соңғысына қоя саламыз. Сонда 7 ромбымыз біздің дәреже 2 дәрежесі. Мына жерде 3 бұрыш міне алынған. Мына жерде 3 кетті. 3-тің 3 ромб дәреже 3. Сонда 7-нің квадраты бізде 49 алынған
3-тің кубы 27, білесіздер. Сонда 49-нан 27-ні алсақ, қанша? 22. Міне, біздің жауабымыз 22. Мына жерде жауабы 22 болады. Яғни, біз ромты үшбұрышты дайын қылып тауып алдық, сәйкестендіріп. Соны орнына қоя салдық. Енді мынау 5-ші есепті шығарайық. Мынау біздің шығарған есебімізді кішкене қысқартып, кішірейтіп, жоғары қойып қояйық. Қазір ал мына 5-ші есеп. Математика пәнінен қалалық олимпиаданың бірінші кезеңінен оқушылардың алған ұпайлары төмендегі диаграммада көрсетілген. 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар олимпиаданың келесі кезеңіне өтпейді. Олимпиаданың келесі кезеңіне неше оқушы өте алатынын анықтаңыз дейді. Мына жерде бары өзі бір Жанель, Ерсұлтан, Әділет, Асқар, Әділхан, Манат. Өзі 6 оқушы, 6 оқушы бізде олимпиада келесі кезеңіне неше оқушы өте алады. Енді әрқайсының ұпай санын есептеп шығамыз. Қайсының ұпай саны 17-тен асады, сол өтеді қосындысы, яғни ұпайларын. Ал кімдің ұпай саны қосындысы 17-тен аспайды, олар өтпейді, соларды есептейміз. Ал Жанельден бастайық. Ж дей берейін. Бірінші сан 5, келесі пәні 4, келесі 6 және 6. Қанша болады? 5-ке 4 көйтсек 9, ой қоссақ. 9, 6 қоссақ 15, 15-ке 6-ны қоссақ 21. Жанель, бәрі бір есептеп шығайық. Келесі Ерсұлтан 4, қосылған 5, қосылған 6, қосылған 5. Тура мынау сияқты 5 пен 4-ке 5-ті қоссақ 9, 9-ға 6-ны қоссақ 15, 15-ке 5-ті қоссақ 20. Келесі Әділет. Әділет 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 5. 3-ке 4-ті қоссақ 7, 7-ке 5-ті қоссақ 12, 12-ке 5 қоссақ 17. Келесі Асқар 4, қосылған 3, қосылған 4, қосылған 5. Мен мына цифраларды алып жатырмын. Мына цифраларды алып есептеп жатырмын. 4-ке 3-ті қоссақ 7, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11-ге 5-ті қоссақ 16. Келесі Әділхан. Ол 3, қосылған 4, қосылған 5, қосылған 6. 3-ке 4 қоссақ 7, 7-ге 5-ті қоссақ 13, 13-ке 6-ны қоссақ 19. Келесі Манат. 2 қосылған 5, қосылған 4, қосылған 6. Яғни 2-ге 5 қоссақ 7, 7-ге 4 қоссақ 11, 11-ге 6-ны қоссақ 17. Енді бәрін қарап шығамыз. Жанель 17 ұпайдан төмен ұпай алған оқушылар олимпиаданың келесі кезеңіне өтпейді. Жанель 17-тен жоғары жинаған, яғни 17-тен төмен емес. Жанель өтеді, міне. Келесі Ерсұлтан өтеді ме? Өтеді. 17-тен төмен жинамаған. Әділхан өтеді ме? Қараңыздар, осы жерде қараймыз берген текстқа. 17 ұпайдан төмен, яғни 17-тен төмен емес. 16, 15 емес, сол үшін Әділхан да өтеді. Келесі Асқар. Асқар 17-тен төмен жинаған. Бұл өтпейді Асқар. Жасымен жазбайық. Асқар өтпейді, себебі 17-ден төмен жинаған. Мына жерде Әділхан өтеді, себебі 17-ден жоғары жинаған. Манат. Мына жерде тағы да бір қарап шатаспас үшін қарайсыздар, 17 ұпайдан төмен. 17 ұпайдан төмен емес, 17-дің өзі өтеді. Сонда қанша? Бізде 6 оқушының 1, 2, 3, 4, 5. 5 оқушымыз өтеткен. Жауабы 5 болады.
осымен бірінші бөлімді аяқтайық. Келесі 5 есепті екінші бөлімде шығаратын боламыз.